Алдыңғы бағдарламамызда хабар бергенімізде осы жылы Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілгеніне 33 жыл толды. Сәні мөнәсәбетіменен болса, ораларда байрам пляждары давам етпекте. Бағдарламамызда хабаршымыз Бозотау районы мысалында давам етеді. Пляжда дәслеп район хакимі сөзге шығып, жиналғанларды Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілгенлігінің 33 жылдық байрамыменен қызғын құттықтады. Атап өтілгеніндей, Конституция өзінің терең ойланған принциплері һәм қағидаларыменен ажыралып, еліміз тағдырын, әрбір инсанның қоғам еркіндіктерін белгілеуде ахметлі. Хақиқатында да бұндан 33 жыл бұрын қабыл етілген бас низамымызда елімізде құқи демократиялық мемлекет, күшлі бұқаралық жәмиет, еркін базар қатынастықтары һәм жеке меншіктің үстінлігіне тикарланған экономиканы құру, халқымыз үшін тыныш, абадан тұрмыс құруменен бірге халықаралық майданда мүнәсіп орын иелеуінде бекем-тикар болып қызмет етпекте. Пляж давамында байрам мүнәсібетіменен бірқатар құқықты қорғау ұйымлары уәкілдері район хакімлігі тарапынан даярланған хүрмет жарлықтары һәм байрам сауғаларыменен қошаметленді. Пляж районлық мәдениет бөлімі қызметкерлері һәм көркемөнер шеберлері атқаруындағы концерт бағдарламасымен давам етті. Жаңа конституциямызда жастарға кеңінен имканиятлар һәмде жеңілдіктер берілгенлігі белгілі. Біз жастар сол имканиятларды һәмде жеңілдіктерден пайдаланған халда өз жұмысларымызды жігерлікпенен әмелге асыруымыз дәркар есептелінеді.